өшірейтұғын санадан кимешегім әжен киген аяулы, кестелеген шебер қолмен жанынан. Кимешек ақ матадан немесе ақ жібектен тігілген, басты, кеудені, арқаны жауып тұратын, беті ойылып жасалған әртүрлі үлгідегі қазақ аналарының бас киімі. Қазақ халқының аналары жаңа түскен келіншек кезеңінде де, орта жасында, кәрі кейуана шағында да кимешек киген. Кимешектің жақ жиектерін өңір көмкеріп кестелейді. Жас келіншектерге бет жақтауы жалпақтау болып, кестесі де көркем тігіледі. Жасы ұлғайған аналардың кимешегінің бет жақтауы тар болады, кестеленеді, бірақ әшекеленбейді. Маңдайы оқалы, биік ұслама кимешек әйелдің өңіне салтанатты кейіп береді. Кимешектің орама, бүрмелі деген түрлері және әр рудың өз кимешегі болған. Керей кимешек, албан кимешек, найман кимешек, қызай кимешек атаулары соның белгісі. Кимешектің кестесі әйел неғұрлым жас болса, соғұрлым әшекейлі әрі қызыл түсті болып келеді. Күміспен тана моншақтармен шеттіктеледі. Қазақ әйелдерінің кимешек киюі және оның сыртынан шылауыш тартуы әр өңірде әртүрлі. Кимешектердің әшекейленуі әйелдердің жас ерекшеліктері мен олардың әлеуметтік орнын аңғартады. Айталық, жас келіншектерге арналған кимешектің бет жақтауы кеңдеу болып, қызыл, күлгін түсті жіптермен кестеленген жас келіншектердің кимешектері көздің жауын алады. Оның сыртынан шылауыш тартады. Егде тартқан әйелдердің кимешегінің бет жақтауы тарлау келеді де әдемі кестеленеді, бірақ әшекеленбейді. Кейде егде тартқан әйелдер кимешектерін ақшыл сары түсті жіптермен кестелейді. Қарттар мен күйеуі қайтыс болған әйелдер кимешегін кестеленбейді. Күйеуі өлген әйелдің кимешегін теріс кигізіп, асын бергеннен кейін ғана оң кигізетін салт та бар. Теріс киілген кимешекке байланысты ақ жақ болды деп айтылуының мәні осында екен. Дәстүрлі ортада жаңа үйленген отау иесіне құсың құтты болсын деп тілек айтылады. Кимешек киген әйелді жанынан қарасаңыз әсте құсқа ұқсайды. Әсемделіп тігілген төбелдірігі құстың басын, ал әйелдің иығымен қоса шашын жауып тұратын кимешектің алдыңғы артқы жағы құстың пошымына ұқсайды. Кимешектің күрделі пішімі басқы киілетін бөлігі. Ол төбелдірік, шықшыт, желке, маңдай, алқым, иін деп аталатын бедер қиындылардан құралады. Ұзындығына қарай кимешек арқа жабар, бел жабар, түйе кимешек, қылта шалғай немесе қылта басар, өкше қағар болып 4 өлшемде бөлінген. Алғашқы кимешек тұрмысқа шығатын қыздың үйінде тігіледі. Кимешек жас ананың балалы болған күннен бастап киетін бас киімі. Бөбек қырқынан шыққанда енесі, сен енді санатқа қосылдың, бұрын бала едің, енді ана болдың деп келінінің маңдайынан сүйіп
содан соң ауыл әйелдері, бәйбішелер, абысын ажындар жиналып келіп, келінге жасауымен бірге келген киелі киім-кешекті өз қолдарымен кигізеді. Анасы қыз жасауына киелі киім-кешекті өссін, өрбісін деген ниетпен қосады. Киім-кешек қазақ аналарының салтанатын, биіктігін, пәктігін білдіреді. Қастерлі, қасиетті ақ киім-кешегімізді алдымыздағы киелі аналарымыз киген сол жолмен біз де ақ киім-кешекті дәріптеп келеміз. Ақ киім-кешекті аналар барлық көркемдіктің үлгісі. Кербез көңіл кең пейіл ажары бар, құшағында бар әлем ғажабы бар. Ақ киім-кешек тәжінде рухы биік тектіліктің символы қазағы бар. Бәрекелді! Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Салт дәстүрімізді дәріптеп жүрген ақ жаулықты асыл аналарымызға көп рахмет.